Сәлеметсіздер ме, құрметті менің көрермендерім? Бұл видеода әр қазақтың үйінен табылатын бауырсағымызды қалай артық қоспасыз жұмсақ ара үлпілдек қылып пісіруге болады, сол жайында бөлісетін боламын. Ал сіздер менің каналыма тіркеліңіздер, лайк басыңыздар, қолдап кетіңіздер. Бұл үшін бізге 2 стакан су, ұн, електен өтілген ұн, және де 1 ас қасық тұз, сұйық май, және де 1 шай қасықпен дрожж болса жеткілікті. Бірден салып жібермейміз, аз-аздан салып бұлғап отырамыз. Ең бастысы, бұның сыры жұмсақ болуында. Яғни қамырды қатты қылып елемейміз, жұмсақ қылып елейміз. Дайындалып қалды. Өте жұмсақ. Міне. Осылай, енді бұған кішкене сұйық май жағып. Ал енді міне, қамырымыз керемет ашып тұр. Көріп тұрғандарыңыздай. Енді бұны біз сақтаймызға сияқтындай қылып жолып аламыз. Мінекей бауырсақтарымыз кесіп болдық. Майымыз енді қызамы дегенше мұның бетіне тағы бір майлықты жауып қоямыз. Кеуіп кетпес үшін. Мінекей біздің майымыз өте әдемі қысып тұр. Бір бауырсақты пісіріп көрдім жаңа. Енді қалғандарын пісіріп көрсетейін. Мінекей бауырсақтар өте керемет шықты. Бұны жеп көріп баға беруге Жанатбек мырзаға сөз берейік. Сәлем достар. Мен бұл бауырсақты жеп сіздерге дәмін айтайын. Бұл бауырсақты мен күнде жеп жүрмін. Өте керемет. Көрсете ғой камера. Міне. Және де бұл бауырсақты сіздер үйден де жасасаңыздар болады. Бұл бауырсақ өте керемет шықты. Және де менің анамның каналына тіркеліп лайк басуды ұмытпаңыздар. Сау болыңыздар.